Құрметтім айта беріңіз. Қандай мәселемен келіп тұрсыз? Құрметтім. Кешіріңіз дәрігер. Негізі кішкене былай қалай айтсам болады екен сізге. Сол күннен бері мен өте ұйықтай алмай жүрмін қатты. Өте басым ауырып ше, түсінбейсіз, миым ашып көрген жоқсыз, сондықтан мен сезіне алмайтын шығарсыз деп ойлаймын. Оны айту үшін өте қорқам. Өте қорқам. Кешіріңізші, мен айта алмаймын негізі оны. Сіз сабыр сақтаңыз енді. Бірдеңеден бастаңыз енді. Мен сізге көмектесемін. Тек қана қорықпаңыз. Уайымдап етпеңіз. Мен сізге көмектесемін. Бәрін ашығына айта беріңіз. Ештеңе етпейді. Бәрінде де болады мұндай жағдай. Жақсы ма? Ал бастаңыз. Ол күні негізі бәрі жақсы болған негізі. Өзім қорықтым, кешіріңіз. Бірақ мен енді қалай айтсам екен, бәрі жақсы басталып келеді қан ол күні. Жаңағыдай дос балалардың туғанында болды қанымнан, бірақ үйге келген кезде өте біртүрлі қатты өзімді ауыр сезіндім. Басым ауырып. Содан кейін ана бәле келді. Білмеймін қалай үйде болған. Үйде ешкім жоқ екен, бірақ анадан көрінді.